Абылай Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Жәңгір ханның Уәлибақы, Тәуке деген екі ұлы болады. Жәңгір қайтыс болып, таққа Тәуке отырғанда, Уәлибақы хандыққа өкпелеп, үргенішті билеген нағашы атасы Қайып ханның қолына барады. Уәлибақының баласы Абылай жекпе-жекке шыққанда, жауы шақ келмейтін батыр болып, Қанішер Абылай атаныпты. Осы Абылайдан көркем уәли туады. Оның баласы Әбілмансыр кейін қазаққа хан болып Абылай атанған. Ақтабан шұбырынды жылдарында жетім қалып, үйсін Төле бидің қолына келеді. Аш жалаңаштықтан жүдеген өңіне, өсіп кеткен шашына қарап, Төле би оған Сабалақ деп ат қойып, түйесін бақтырады. Әбілмәмбет төренің жылқысын да бағады. Бұл Уәлихановтың айтуына сүйенсек, Абылайдың 13 жасар кезі болса керек. Төле бидің тәлім-тәрбиесінде болуы Абылайға зор ықпал жасады. 1723 жылы жоңғар билеушілері қазақ жеріне сансыз әскермен басып кіріп, ойран салды. Қалың ел Ақтабан шұбырында Алқа көл сұлама аталған зұламатқа ұшыраған кезде Әбілмансыр 12 жаста еді. Ол аш, жалаңаш жүріп, зар жылаған халықты көзімен көргені былай тұрсын, азап бейнетін, кек пен ызасын, арман мен тілегін жамиғатпен бірге арқалаған ұлдардың бірі болды. Әбілқайыр Ресей империясының қолдауы арқылы хандық билікке қол жеткізуді көздеп, орыстармен байланысқа шыққан кезде қазақ жасақтарының жауынгерлік қуатына үлкен нұқсан келеді. Ел ішінде үлкен алауыздық асқынады, берекесіздік етек алады. Бұны білген жоңғарлар қазақтарды келемеждеп, намысын таптап, жігерін құм қылу үшін дүбірлі жекпе-жектерге қазақ батырларын шақырады. Сондай жекпе-жектердің бірі де 1731 жылы болады. Оған жауласқан екі жақтың хандары да қатысады. Осы жекпе-жекке жоңғарлар Қалден Серен ханның жақыны, атақты батыр Шарышты шығарады. Қазақ жасақтарынан оған қарсы шығуға ешкімнің жүрегі дауаламайды, біраз тыныш тұрып қалса керек. Сонда Шарыш, ең мықты батырыңды шығар, болмаса туыңды жығып жеңілді деп айбар шегеді. Осы кезде Сабалақ намысқа шыдамай, Әбілмәмбет ханнан сұранып сайысқа шығады. Ол майданға шыға сала Абылайлап шауып барып, Шарыштың басын шауып түсіріп, жау қашты деп, жоңғар тобына тұра ұмтылады, жиылған жұрт оның артынан лап қояды. Есі шыққан жоңғарлар алды артына қарамай тым тырақай қаша жөнеледі. Абыр-сабыр басылып, ел қайта жиналғанда Әбілмәмбет хан Сабалақтан неге Абылайлап ұран салдың деп сұрайды. Сонда ол өз атым Әбілмансыр, мен Қанішер атанып кеткен Абылайдың немересі едім, соғыста жолы болатын атамның атын шақырғаным, жолым болар ма дегенім ғой дейді. Сол орында ақ Әбілмәмбет оған атың Абылай болсын деп 390 жақсыны ертіп барып, Жәнібек деген кісіден бата алыпты. Абылай өмір жолын ат үстінде, жорықтарда өткізіп, Арыс өзені жағасында қайтыс болды. Сүйегі Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішінде қабырхана мен Ақсарай арасындағы дәлізде жерленген. Абылайдың артында 12 әйелінен 30 ұл, 40 қызы қалды. Қазақ халқының жадына Абылай қажырлы мемлекет қайраткері, батыл қолбасшы, дарынды дипломат ретінде сақталып келді. Оның есімі тәуелсіздік символында жауынгерлік ұранға айналды.